Шығыс Қазақстанда жағажай волейболынан Қазақстан кубогы үшін жарыс басталды. Спорттық додаға Алматы, Ақтау, Астана сияқты қалалар мен облыстардан жалпы саны 42 команда қатысуда. Жарыс бұқтырманың бойында өтіп жатыр. Қазір сол жерден тілшіміз Эльмира Ахметова бізбен тікелей байланысқа шығып, спортшылардың бабы жайында әңгімелеп бермек. Қайырлы күн, Жанар. Қазақстанның ең мықты волейболшылары бүгін осы Шығыс Қазақстандағы бұқтырманың бойына жиналды. Жалпы саны 42 команда, яғни оның ішінде 24 ерлер командасы мен 18 қыздар командасы енді өзара бақ сынасатын болады. Олардың арасында волейболдан өздерін шебер көрсетіп жүрген танымал спортшыларымыз да бар. Жалпы жағажай волейболы Ақтауда, Алматы және Алматы облыстарында өте жақсы дамыған, өйткені ол жақта осы спорт түрінен кәсіби клубтар жұмыс жасайды. Ал еліміздің ерлер командасы жағажай волейболынан жаман жетістік көрсетіп жүрген жоқ. Олар бүгінде Азия чемпионы атанған. Дегенмен сарапшылардың пікірінше, елімізде жағажай волейболы енді ғана қарыштап дамып келе жатыр. Сондықтан да спортшыларымыздың алар асуы әлі алда. Дәл қазір менің қасымда волейболдан халықаралық деңгейдегі төреші Досжан Нұрбайұлы тұр. Досжан Нұрбайұлы, қалай ойлайсыз, бүгінгі сайыс қандай деңгейде өтіп жатыр және командалардың дайындығы қандай деп ойлайсыз? Осымен 5-ші жыл қатарынан жағажай волейболының кубогы біздің бұқтырма қойнауының жағалауында өткеліп жатыр. Бұған еліміздің үздік спортшылары жиналды. Жарыстың деңгейі өте жоғары деңгейде ұйымдастырылды деп айтуға болады. Әрине, әдеттегідей бұл үздік спортшылар Ақтау, Алматы облысы, Алматы қаласынан және де біздің шығыстың спортшылары да бүгінгі күні жақсы өнер көрсетіп жатыр. Енді кімнің асығы алшасынан түсіп, кім жеңімпаз атанатынын ертеңдері білетін боламыз. Әңгімеңізге рахмет. Шығыс Қазақстандағы осы бұқтырманың бойына жағажай волейболшылар жыл сайын келеді. Өткен жылы бұл жерден Талдықорғанның жетісуымен алматылық құрама командалар жеңімпаз атанып қайтқан болатын. Биыл олар сол тұғырда қала ма, жоқ па, оны алдағы 2 күн ішінде анықталатын болады. Айта кету керек, ала допты алақанда ойнатқан волейболшылар бұл жерде тек өзара сайысып қана қоймай, Шығыс Қазақстанның бұқтырманың ең әдемі жерлерін тамашалап, демалып қайтады. Мендегі жаңалық осы, Жанар. Рахмет, естеріңізге сала кетейін, бізбен тікелей байланысқа шыққан әріптесім Эльмира Ахметова болатын.